Студиямызға арнайы шақырылған қонақтарымыз бар, ал олармен сұхбатты әріптесіміз Қарагөз ханым өзіңіз жүргізесіз. Сөз кезегіңізде. Жансерік рахмет. Қадірлі көрермен, қайырлы таң. Бүгін біздің студиямызда кинорежиссер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қалила Омар ағамыз келіп отыр, және онымен бірге Анкара Қазақ жастары бірлестігінің өкілі Мырзахан Байжанұлы. Қош келдіңіздер біздің студиямызға. Сіз енді режиссер болғандықтан әңгімені режиссурадан бастағым келіп отыр. Қалеке, жалпы кез келген режиссер үшін өзінің саласы бар. Сондағы көркем режиссурамен және деректі фильмдар режиссурасы. Өзіңізге несімен жақын деректі кино? Әрине, жалпы халық көркем киноның режиссерларын жақсы біледі, көркем киноның насихаты өте мықты. Дегенмен мен үшін деректі кино, өйткені деректі киноның әсері, деректі киноның ақиқатты айту жолындағы істеп отқан шаралары, көрсетіп отқан фильмдері, ол өте үлкен жаңағы сұранысқа ие болады. Сондықтан мен деректі киноны көркем кинодан кем көрмеймін. Сосын еш нәрсеге айырбастағыңыз жоқ? Жоқ, айырбастағым, қазір 50-ден астағы кино түсірдім. Сондықтан Құдайға шүкір, мынау қазір интернет арқылы барлық дүние жүзінен кіріп көріп жатыр. Жалпы өзіңізді мақтап кеткім келіп отыр, себебі Алаш азаматтары турасында да киноңыз бар. Ахмет Жұбанов, Бауыржан Момышұлы, ашаршылық кезеңі туралы да. Бүгінде міне біз бекер жиналып отырған жоқпыз, дәл бүгін Әшірбек Сығаев ағамызды еске алу кеші өткелі жатыр. Соған да арнап Сын сардары атты фильм түсірдіңіз. Осы туралы толығырақ тоқталсаңыз, жалпы қанша уақыт кетті осы фильмді түсіруге? Жалпы бұл... Ашаған тірі кезінде түсірілді? Иә, өйткені бұл Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясының туындысы. Біз бұл киноны 1 жыл жасадық. Ашаған өзі бар кезінде, жаңағы өзімен бірге жүріп, осы Қазақстанда ғана емес, мынау Ресейде, Орынборда, Уфада, Мәскеу шаһарларында болып, Әшірбек Сығайдың бүгінгі театрдағы рөлі туралы, оның өзі, замандастары, ол кісі туралы ой бөліседі. Сондықтан бұл 1 сағаттық кино. Өкінішке орай әрине, ол Әшірбек аға фильмінің тұсаукесерінде болған жоқ, бірақ өзі көрді. Өзі көріп, жұбайы жаңа жеңгеміз Күләш апамыз екеуі отырып көріп, маған 2 ескертулер болды, кішкентай-кішкентай. Олардың бәрін жасадым. Ал енді міне осы биылғы жыл 2015 жылда Ашағаңның 40 болып жатқан кезде Алматыда тұсаукесері болды. Қабит Мүсірепов атындағы жастар театрында өте көп зиялы қауым өкілдері келіп, Асанәлі аға мен Дулат Исабеков аға екеуі сахнаға шығып, өте тебіреніспен фильмді ашты. Одан кейін Шымкентте, сосын Ашағаң өзінің туған жері Кентауында киноны көрсетіп, киноның тұсаукесері болды. Сөйтіп, халықтың өте ықыласына бөленіп жатыр. Жалпы тарих шындығын өмірде қалдыру үшін, болашақ ұрпаққа ұлағатты дүние қылып қалдыру үшін әрине осындай кинолар қажет. Себебі бұл біздің өткен тарихымыз. Ал егерде бер жағын айтатын болсақ, жалпы өзіңіз бүгінгі күні қандай фильм түсіріп жатсыз? Енді мен қазір бұл сұраққа жауап береміз бұрын Әшірбек аға туралы бір ауыз сөз айтып кетейін. Жалпы мен мәдени шара болсын, мәдениет саласында тақырыптар болсын, тарихи тақырыптарға көп жұмыс істеп жүрмін ғой. Ал енді мұна театр туралы мен бұл бірінші фильмім. Сондықтан мен Әшірбек Сығайға бұдан 2004 жылы алғаш рет ол кісіден үлкен сұхбат алып қойған болатын. Жүрегі ауырмай тұрған кезінде. Сондықтан жаңағы мынау өмірдің додасы бар. Мысалы біз көкпар түсірдік Түркістан жақта. Мен сонда Әшекең айтам ғой, енді ол кісі киноны жақсы түсінетін адам, екеуміз кәдімгі күліп ойнап жүріп жасадық киноны. Сонда айтам ғой, Әшеке деймін, мына өмірдегі доданы түсірдім, енді сіз өнердегі доданы маған осыған ішіне айтып беріңіз деп. Сен осы шулатпай ішінірсе алмай, менің ана мерейтойым келе жатыр, Құда қаласа бұйырса. Сода көрсететін кино жасап бер деді. Сөйтіп, осындай жаңағы күліп ойнап жүріп 1 сағат кино шығарылды. Бүкіл қазақ театрының тарихы Әшірбек Сығай арқылы беріледі. Жақсы, тамаша екен. Енді мен Мырзаханға сұрақ қойғым келіп отыр. Мырзахан, жалпы Түркиядағы қазақ жастарының мәдени өмірі туралы өзің тоқталсаң. Рахмет сауалыңызға. Біз қазіргі таңда Анкарада Гази университетінде докторантурада оқып жатырмыз. Аллаға шүкір, 800-ге жуық қазақстандық жастар бар.
мәдени өмірі жоғары деңгейде деп айтуға болады. Қазақстан мен Түркияға қатысты әрбір шараларда біз қатысып отырамыз. Елшілік тарапынан ұйымдастырылатын, Түрксой тарапынан дегендей. Және де мәдени өмірімізге біздің елеулі үлес қосқан бұл Анкара қазақ жастары, өзіңіз айтып өткен бірлестік 2012 жылдың 22 желтоқсанында құрылды. Өткен жылдың қараша айында Анкараға, осы жанымызда отырған Қалилаға арнайы сапарлады. Енді Қалилаға менен байланыс біз Түркістанда жүрген кезде Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ тілі Қандай университетінде шаралар өткізілді Түркияда? Түркияда Қалекең арнайы Анкараға келіп, қарашаның 12 жұлдызында Гази университетінде біздің ұлы трагедиямыз Ашаршылық туралы деректі фильм қойылды. Өте жақсы қабылданды. Сол кезде Газидің үлкен профессорлары шығып, мінберден өздерінің пікірлерін білдірді. Қазақтың тарихын, осы бір қасіретін жақыннан таныдық деп пікір білдірді. Одан кейінгі сапар Коня қаласына жалғасты. Сол жерде елдес деп аталатын бауырымыз Алаш жастар деген бірлестік құрды, тұсауын кесті. Ол жерде Алашорда деректі фильмі, осы Қалекеңнің шығармашылығындағы ең бір шоқтығы биік туынды. Одан кейінгі сапарымыз Стамбулда жалғасты. 23 қараша біздің қазақтың спорт жұлдызы Мұстафа Өзтүрік ағамыздың 60 жылдығы болатын. Соның қарсаңында Стамбулда Барып қайт балам ауылға Қалекеңнің Мұстафа Өзтүрік туралы деректі фильмі қойылды. 3 қаладағы 3 фильм біздің жастар болсын, ондағы бүкіл азаматтарға үлкен бір рух берген жиындар болды. Қазақ тарихын, қазақ өнерін түрк халқына таныту бір жағынан. Ал енді біздің студенттермен алмасу қалай жүріп жатыр? Өзара, екі мемлекет арасында. Жоғары деңгейде. Қазіргі таңда Түркияда 40 мыңға жуық шетелдік студенттер білім алады. Соның көпшілігін әрине қазақ жастары құрайды. Бұл тәуелсіздіктен бері қарай әрине жанданды. Екі елдің басшылары бұған үлкен үлес қосты. Айта кетуіміз керек, әрине біздің еліміз тарапынан елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бастаған ел ағалары. Және де Қалекеңнің сапарының бір мақсаты еліміздің тұңғыш білім министрі болған марқұм Шайсұлтан Шаяхметов ақсақал туралы деректі фильм жасау мақсатында біраз көріністер Анкарада, Түркияда түсірілді. Көне көз адамдар бар ма екен сол кісіні көрген? Ең қызығы бұл жерде айта кетуіміз керек. Егеменді Қазақстан тұңғыш білім министрі болған Шайсұлтан Шаяхметов туралы фильм жасап жатырмын ғой. Солының жасап жүрген кезінде Мырзахан Түркияға шақырды, осы фильм көрді. Бірақ енді оған жаңағыдай демеуші табу керек. Соны жаңағы Шайсұлтан Шаяхметовтың Бейімбет деген ұлы бар осында. Сол кісіге айтып едім, осындай бір болып тұр деп шақырып жатыр деп едім. О, аға барыңыз, мен сізге толық қолдаймын деп. Бірақ бүйтіп бетіме қаратты. Ақыр барсаңыз камераңды алып барыңызшы дейді. Неге? Онда әкемнің достары бар ғой. Кімдер? Түркінің сол кездегі сыртқы істер министрі және білім министрі. Сонымен Мырзаханға хабарластым. Бұл сол жақтағы өзінің таныстарын қосып, сөйтіп жаңағы үлкен кәдімгі Түркия елінің қазіргі үлкен бетке ұстар жігіт тұлғалар. Солардың бәрі Шайсұлтан аға туралы өзінің ойларын айтып, ол жағында үлкен жаңағы енді ол фильм туралы арнайы құда қаласа несі әлі болашақта жоспарыңызда, жалпы мен мына нәрсе айтқым келеді. Анкарада осы өзім қазақтарым қай жерге барсаң да алдынан кездеседі ғой. Бірақ маған таңғалдырғаны Түркия елінің мына Мұстафа Кемал Ататүрікке деген құрметі. Екінші, мен осы атажұрт Қазақстаннан келіп деп парламентіне дейін шақырып, жаңағы сонда таныстырып, күтіп сыйлағандар. Қандай азаматтар өзің айтшы соны? Қандастарымыз деп бекер айтпайды ғой олар. Қардаштыларымыз деп айтады. Енді өзіңіз білесіз, түріктің әр қайсысы кез келгені деуге болады, әсіресе Мағжан өлеңдерін керемет оқиды, жатқа біледі, пір тұтады. Енді болашақта өзіңіз Мағжан Жұмабаев туралы да жеке дара кино түсіру ойыңызда бар ма? Енді мен 1990 жылы Мағжанды көзі көрген адамдардың бәрін жинап, Мағжан деген 1 сағаттық кино түсірген болатын. Ол кино бар. Ал жалпы кейінгі кездегі табылған деректерге сүйене отырып, толықтырсаңыз жасауға болады. Өйткені 90 жыл мен қазіргі жылдың арасында қаншама уақыт өтті ғой. Жалпы Түркия елінде шынында да Мағжанға деген олардың махаббаты ерекше. Енді өздеріңізге қарап отырып, шынында да сіздерде бір шығармашылық тандем бар екені сезілетті. Бір-біріңізді қолдап, жетістіктеріңізді жаңағы жан-жаққа, халыққа көрсеткілеріңіз келеді. Бұл жерде мына нәрсені айта кетуіміз керек. Менің ұлым Мұхтар осы мына қазір Әшірбек Сағай туралы фильмде де,
қазір Майлықожаны жасап жатырмыз, мына Шәкен Әменов атындағы Қазақфильм студиясында. Ол фильмнің де үлкен компьютерлік графикаларын жасаған. Сол Мұхтар өзі Ойлан Қазақ деген онлайн жаңағы сайт ашқан болатын. Соғанда біз Түркия еліндегі мына қазақ және түрк ұлттарының ұлттық санасында ұқсастықтар мен айырмашылықтар деген тақырыпта үлкен хабарлар түсіріп келгенбіз. Ол интернет кеңістігінде жұмыс істеп жатыр. Ендеше барлығымыз көруіміз керек, біздің көрермендерімізде қалыс қалмайды, ол енді шындық. Жалпы өзің, Мырзахан, тағы да не айтқың келеді? Осы біздің жастарымызға байланысты, мәдени шараларға байланысты. Қалекеңе кішкене қоса кетейін, жаңа Шайсұлтан Шаяхметов ақсақал туралы сұхбат алынды деді ғой. Екі үлкен тұлғаның сұхбаты жадымда ерекше қалды. 1991-93 жылдары Түркияның ұлттық білім министрі қызметін атқарған Көксал Топтан ақсақалменен сұхбаттастық. Ол кісі сұхбатын рахмет айтудан бастады. Менің осында үлкен әріптесім туралы, досым туралы осындай дүние жасап жатқандарыңызға рахмет деді. Сондай бір тамаша мөлдіретіп сөйледі. Жаңа сұхбат біткенде мен Қалекеңе айттым, Қалеке, егер де сіз түркше түсінгеніңізді мына кісінің сұхбатынан кейін жылайтын едіңіз деді. Мен енді жылауға шақ қалдық, енді өйткені сондай бір үлкен қазақтың сондай тұлғасы туралы тамаша сөйледі. Одан кейін сол жылдары Түркияның сыртқы істер министрі қызметін атқарған Хикмет Четен ақсақалмен. Ол енді үлкен саяси тұрғыда сөйледі, бірақ біздің білім министрі туралы да, елбасымыз туралы да тамаша естеліктер айтты. Жастардың мәдени өмірі өте жоғары деңгейде, әлгінде де айтып өттім. Жуырда ғана мысалы Бибігүл Төлегенов апамыз барды осы қаңтарда, Дүйсен ағамыздың ұйымдастыруымен Түрксойдың. Оның алдында Сәкен Сейфуллиннің 120 жылдығы деген сияқты. Жақсы, енді шынында да үлкен шаралар өткізіліп жатыр екен. Оның үстінде осындай тұлғалардан үйренеріңіз бар ғой енді. Өздеріңізге сәттілік тілейміз шығармашылықта. Әрқашанда киноларыңыз көбейе берсін, халықтың жадында қала берсін деген тілек айтқым келеді.